Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен витаминге толы өзбек халқының әйгілі көк самсасын дайындаймыз. Бұл самсаны әсіресе көктем шыққан кезде адам ағзасына нағыз витаминдер, дәрумендер керек кезде дайындайды. Яғни құрамында ешқандай ет жоқ, тек қана аскөктерден тұрады. Сонда да дәмді болып шығады. Ендеше бірге дайындаймыз. Ең алдымен қамырын илеу үшін ыдысымызға жылы су, ертілген сары май және де тұз қосып, тұзы ерігенше араластырып аламыз. Барлығының граммдары төменде жазылған. Одан кейін ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз. Ұнның барлығын бірден салмай, осылай екіге бөліп салып, қамыр илеуді бастаймыз. Бізде өте жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр иленіп шығады. Бұл самсаның қамырының ерекшелігі қатпарлы емес, яғни осы қамырды илеп, қазір біз самсамызды дайындай береміз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді пакетке салып, жарты сағат уақытқа тындырып, яғни демалдырып, иі қанғанша қойып қоямыз. Ал оған дейін самсамызға қосатын аскөктерді дайындаймыз. Менде мына жерде көріп тұрғандарыңыз шпинат және де жалбыз, одан кейін руккола мен көк пияз қосатын боламын. Негізгі бұл самсаның салмасы осы шпинаттан тұрады. Өздеріңіз қалаған кез келген аскөкті қоса берсеңіздер болады. Жусай қоссаңыздар да болады. Мінекей барлығын жуып дайындап алдық. Енді дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай аскөктерімізді ұсақтап турап аламыз. Бұл самсаға қосатын аскөктердің барлығын базардан, көкөніс сататын жерлерден оңай таба аласыздар. Өзінің атауы айтып тұрғандай, бұл көк самсаның пайдасы өте зор, витаминге бай, құрамына ешқандай ет қосылмаса да өте дәмді, керемет болып шығады. Сондықтан бұрын-соңды дайындап көрмесеңіздер, дайындап көріңіздер. Менде мына соңғы турап жатқаным жалбыз. Жалбыздың өткір иісі, дәмі самсада қатты шығып кетпейді, сондықтан қорықпай қоса беріңіздер. Одан кейін екі ірі бас пиязымызды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап турап аламыз. Қазір пиязды кішкене қуырып алып барып қосатын боламыз. Табамызға 50 грамдай сұйық май құйып, майы қызғаннан кейін пиязды салып, шамамен 2-3 минуттың көлемінде кішкене жұмсарғанша қуырып алсақ жеткілікті. Қатты бір қызартып қуырудың қажеті жоқ. Мінекей осы видеода көріп тұрғандарыңыздай, осындай әдемі түске енгенше қуырып алсаңыздар жеткілікті. Енді қуырылған пиязымызды майымен бірге жаңағы аскөктеріміздің үстінен саламыз. Одан кейін қалауларыңызға қарай құйрық май қоссаңыздар болады. Негізі құйрық май керемет дәм береді. Егер ұнатпайтын жандар болса, құйрық майды кәдімгі сұйық маймен алмастырсаңыздар болады. Енді дәміне қарай тұз қосамыз, қара бұрыш қосамыз, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің көк самсамыздың салмасы дайын болады. Егер бұрын-соңды бұл самсаны жасап көргендеріңіз болса, басқа да көрермендерге пайдалы болу үшін төменде өз пікірлеріңізді жазып қалдыра кетіңіздер. Ал мінекей біздің қамырымызда әдемі болып тынып дайын тұр. Менің оқтауым кішірек болғандықтан қамырды екі бөлікке бөліп алып барып жаятын боламын. Сіздер оқтауларыңыз үлкен болса, осыны бір зуалай етіп жая берсеңіздер болады. Егер де қамырларыңыз дөп дөңгелек, бір тегіс, жаңағыдай бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып жайылмас үшін бастапқы кезде осылай жұдырығымыздың көмегімен қамырды басып аламыз, одан кейін барып жая берсек болады. Сонымен қатар қамырды жаятын орында бір тегіс болғаны дұрыс. Егер араларыңызда қамырды енді жайып үйреніп жүрген қыз-келіншектер болса, сол кісілерге түсінікті болсын деген ниетпен айтып отырмын. Мінекей осылай оқтаумен қамырымызды орап, ортасын баспаймыз, жай ғана қатты салмақ салмай, осылай шет-шеттерін басып отырып, қамырды сағат тілімен айналдырып отырып жайып аламыз. Сол кезде қамырларыңыз жаңағыдай бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалмай, бір тегіс әдемі болып жайылады. Мінекей қамырымызды осылай жұқалап жайып алдық, қатты қалың болып кетпесін. Енді қамырымызды дәл мантыға кескен секілді кесеміз. Бірінші кішкене ғана ұн себелеп, оқтауға орап, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай жасап аласыздар, және де қолыңызбен өлшеп отырып, ірілеп, төрт бұрыштылап кесіп аламыз. Қатты ұсақ болып кетпесін, өйткені көк самсаның ірі болғаны әдемі көрінеді. Мінекей енді осы әрқайсысын осылай жайып, қазір төрт бұрышты етіп бұны да кесіп аламыз.
Құрметті менің сүйікті көрермендерім, видеоларымды жай ғана тамашалап отырмай, өздеріңіздің тегін лайктарыңызды аямай басып, мені қолдап отырыңыздар. Мінекей қамырымызды соңында осылай тағы да 4 бұрышты етіп кесеміз. Қамырымыз осымен дайын, енді самсамызды түйеге кірісе берсек болады. Осылай жайып аламыз, немесе 2-3 қана қамырды жайып түйе берсеңіздер болады, өйткені қамыр қатты кеуіп қалмасын. Мінекей салмасын салып аламыз. Сонымен қатар жаңа қамырды кескен кезде шетінде қалған артық бөліктерінде бір-біріне жабыстырып бекітіп алыңыздар. Сол кезде ешқандай артық қамыр қалып қалмайды. Мінекей дайын. Енді самсамызды видеода көріп тұрғандарыңыздай конверт секілді түйеміз. Өте оп-оңай түйелу жолы, және де шетіндегі ұштарын ішке қарай кіргізіп қайырып қоямыз. Жақсылап жабыстырыңыздар, ешқандай ауа кіріп кетпесін. Ауа кіріп кетсе, пісу барысында дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Мінекей дайын. Сіздерге түсініктірек болу үшін самсаның түйілу жолын тағы да көрсетіп жіберемін. Мұқият қарап, дәл осылай түйіп шықсаңыздар болады. Осымен біздің көк самсамыз дайын. Қалған қамырымыздың екінші бөлігінде жайып, дәл осылай салмасын салып түйіп аламыз. Пісіретін формамызға пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды орналастырамыз. Бетіне ешқандай да жұмыртқа жағудың қажеті жоқ. Дәл осылай салып алып, алдын ала 180-200 градуста қызған пеште қызарғанша 20-25 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осылай әдемі болып піседі. Дәл осылай пештен шығарған бойы бетіне сармай жағып шықсаңыздар, өте жұп-жұмсақ бола түседі. Осымен біздің витаминге толы пайдалы көк самсамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бұл самсаны алуға Өзбекстанда адамдар сағаттап кезекке тұрады екен, сондықтан үй жағдайында өзіңіз-ақ керемет етіп дайындап көріңіздер. Мінекей кесіп көрсетейін. Егер осы видео рецепт сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, каналға төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыз.